Сәлеметсіздер ме? Полипропилен мен полистиролды қалай ажыратуға болатынын көрейік. Сол жақта полипропилен, оң жақта полистирол. Біріншіден қысу арқылы. Полипропилен икемді, сәл бүгіледі, ал полистирол жарылып кетеді. Келесі дыбыс арқылы ажыратуымызға болады. Полипропиленнен үнді дауыссыз болса, полистиролдан үнсіз қатты дауыс шығады. Ол үшін үстелге полипропилен мен полистирол ыдыстарын немесе заттарын ұрып көрсеңіз болады. Келесі сыртқы жағдайы. Полистирол эстетикалық жағымды, жылтыр, көрнекті, мөлдір көрінеді, ал полипропилен бұлдыр болып тұрады. Түсі. Полистирол суық көк түсті реңк береді. Полистиролдың зияны болғанымен қоймай, оны өңдеуге де болмайды. Сондықтан да полипропилен мен полистиролды ажырата біліп, полистиролды қолданбағаныңыз жөн.